Армысыздар ағайындар. Өткен апта құлаққа мүлдем маза бермей қойды. Оның бірден бір себебі біздің YouTube арнамыздағы Шымкенттегі оқиғаға байланысты шыққан кішкентай бейне жазбамыз. Ұлтым үшін қасқайып тұрып берген айналыңдар шымкенттік жігіттерден. Я ол жайында әртүрлі пікірлі адамдар көп. Бірақ менің көңілімді қалдырғаны мына кісінің айтқаны. Олар адамда, олардың өз таңдауы. Бірақ оларды жазалауды біз шешпейміз ғой. Жалпы біздің Қазақстаннан шетелге кеткен саясаткерлер дейміз бе, қоғамға наразы адамдар, билікке наразы адамдар, қай-қайсысы болмасын, солардың ішінде бір тенденция бар сияқты. Оларды кім қолдамаса, сол сатқын, сол жексұрын. Қолдамаса дегеннің өзі де олардың түсінігінде тек қана солардың сөзін сөйлеу болып табылады. Құрметті шетелдегі ағалар, Серікжан аға, Ержан аға, Айдос Садықов ағам, мен сіздермен рухани бірге болуға тырысам, өйткені менің түсінігімде сіздерде ұлттың мүддесін қорғап жүр деп ойлаймын. Бірақ егер мен сіздердің айтқандарыңызды күнде құптап, күнде айғайлап, осы кісілер дұрыс айтады демесем, ол менің сатқындығым, не болмаса басқаның сатқындығы емес. Менің сіздерге өкпем қара қазандай көп, өйткені сіздер үнемі жамандайтын адамдарды мен қатты сыйлаймын. Мен ғана емес, күллі қазақ қатты сыйлайды. Өйткені олар өз уақыттарында қазаққа еңбегін сіңіріп, адалдығын дәлелдеген адамдар. Я, мен келісемін, бәлкім олардың да қадамдарында қателіктер бар шығар, сіздерге ұнамайтын нәрселер бар шығар. Бірақ оған бола сіздер олар жайлы мынандай сөз айту. Мұхтар Шаханов аға, сіздің осы бізге қарсы жазған хатыңызды көрдік. Қолдарынан дымда келмейсіңдер. Өздері биліктің астындағы жүрген қоршақсыңдар. Бұл кішкене артықтау деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті мырзалар, мен бұдан бұрында сіздерге өтініш жасағанмын. Қазір де сол өтінішімді қайталаймын. Егер сіздер шетелде жүрсеңіздер, біз мына жақта жүріп, сіздер құсап, шетел асып кетуге мүмкіншілігіміз болмаса, не болмаса, көңіліміз қаламаса, ол бізде қазақты ойламайды деген сөз емес. Осыны түсініп алуларыңызды сұраймын. Және де әркімнің әр жерде жасаған ерлігі, ол өз үшін ғана ерлік. Ал оның нақ бағасын беретін халық. Сондықтан біздің ақындар, жазушылар, әдебиетшілер, тағысын тағы жаппай жексұрын деп айту, бұл қазақ мұрағатына, ұлттық құндылықтарына лақтырылған тас деп ойлаймын. Сасы көтендерін басқа мақсатқа пайдаланатындардың ісі маңызды ма? Құрметті Серікжан аға, мен сізді жеке танимын, және құрметім де жоқ емес. Әрине, қазіргі кейінгі кездегі болған оқиғалар адамдарға әртүрлі ой салуы мүмкін. Сіздің де қазір мен туралы не ойлап жүргеніңізді бір Алла біледі. Бірақ сіз айтқандай ЛГБТ өкілдерінің шаруасы тек біреудің артқы жағының шаруасы емес. Бұл бір тұтас ұлттың болашағының шаруасы. Осыны түсінсеңіз екен деймін. Я, бәлкім сіз ақшта жүргеннен кейін сол жақтың ұстанымымен санасуға тырысатын шығарсыз. Бірақ өтініш, бұл шаруаны біздің қазақтың даласына кіргізбеуге атсалысыңызшы. Өйткені мен үшін бүгінгі үкіметтің саясатынан да ең маңыздысы ол ертеңгі ұрпағымыздың не болмағы. Ахмет атамыз айтады, ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Егер біздің ұрпағымыз ертең шалқып демократиялық қоғамда өмір сүріп, бірақ керемет байып кеткен демократиялық қоғамымызда қыз-текелер, көгілдірлер, күлгіндер, бір жыныстылар қаптайтын болса, ондай болашақтың жеке өз басыма ешқандай қажеті жоқ. Одан да атам қазақ айтпақшы, қарным ашса да қадірім қашпасын. Ұлттың қадірін қашырмауға тырысайық. Баршаларыңыздан өтініш, мен жақсы білем, ертең сіздер шығасыздар тағы да, я, мынау сатқын. Мені қойш, мен үйреніп қалдым сіздердің сатқын дегендеріңізге де, басқасына да, бірақ сіздер айтатын адамдардың ішінде көңіліне айтқандарыңыз қатты тиетінді адамдар бар. Сондықтан баршаларыңыздан өтінем, егер шынымен қазақтың мүддесін ойлап жүрсеңіздер, егер шынымен елдің ертеңі қажет болса, онда барлығымыз қайда жүргенімізге, қалай жүргенімізге қарамастан бір тұтас болуымыз керек. Оны мен айтқан жоқпын. Оны Абай атамыз айтты. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деді. Өтініш, бос жүрмеңіздерші.